Қайырлы күн, құрметті оқырман. Мен Тұран университеті медиа және мәдениетаралық коммуникация жоғары мектебінің профессоры, филология ғылымдарының докторы Алмагүл Кәріпбекқызы Алтаевамын. Тұран университетінде 14 жылдан бері дәріс оқып келемін. Сіздерді университет ұйымдастырған библиорек жобасының аясында өзімнің оқу әдістемелік құралымен таныстырғым келеді. Еңбегімнің аты бұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі. Бұл кітап журналистика, аудармасы, филология мамандықтарының студенттері және әдіскер оқытушылар үшін жазылған. Еңбекті арнайы жазуымның себебін айтайын. Еліміз егемендік алып, қазақ тілі мемлекеттік мәртебеге ие болғалы бері заман талабына сай оқулықтар өте қажет болып тұр. Әсіресе бұқаралық коммуникациядағы тілдің қолданысын практикалық жақтан талдап түсіндіріп беретін оқу әдістемелік құралдар өте тапшы. Осы оқу құралы осындай олқылықтардың орнын толтыра алады. Бұндай қажеттілікті тудырып отырған еліміздегі факторлардың қатары өте көп. Атап айтсам, қазіргі кезде тәуелсіз блогерлердің сөздік қате қолдануы, әдеби тілдің нормасына бағынбау, терминді аударудағы алағұлалық, немесе орыс тілінен калька әдісіне сүйеніп қазақ тіліне сөзбе-сөз аудару сияқты мәселелер белең алып тұр. Ал студенттер бұл кітапты пайдалану барысында өздеріне қандай пайдалы мәліметтер ала алады дейтін болса, алдымен айтарым, олар спорт комментаторларының тілінде жиі ұшырасатын қате қолданыстармен таныса алады. Ауа райын хабарлауда жиі қолданылатын сөз оралымдарымен таныса алады. Телерадио жүргізушілерінің сөз саптауындағы орфоэпиялық қателермен таныса алады және келешекте ол қателерді жібермеуді, соның жолдарын үйреніп шыға алады. Кітаптың авторы ретінде оқу құралының құрылымымен таныстырып өтсем, алдымен 15 тақырып беріледі. Бұл 15 тақырыптың әрбір тақырыбының соңында тақырып бойынша оны бекіту мақсатымен жазбаша тапсырмалар беріледі және соңында студенттің өз бетінше білімін бекітуге арналған пысықтау сұрақтары беріледі, әдебиеттер тізімі қоса беріледі және емтихан сұрақтары да бар. Кітаптың тілі жатық және тек студенттерге ғана емес, жалпы оқырман көпшілікке де өте түсінікті тілмен жазылған. Бұл кітапты өзімнің Тұран университетінде көп жылдан бері оқытып келе жатқан бұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі, стилистика және редакциялау деген пәндердің негізінде жинаған тәжірибеме сүйеніп дайындадым. Кітаптың қағаз нұсқасы және электронды нұсқасы біздің Тұран университетінің кітапханасында бар. Келіп, кітаппен танысуларыңызға болады. Мен Алмагүл Кәріпбекқызы Алтаева арнайы библиорек жобасы үшін. Келіңіздер, күтеміз.